Ал сен өзің жалқаусың, ештеңке істегің келмейді, көтеніңді көтергің келмейді. Мына сетевойда ақша жоқ дейді. Сетевойда ақша жоқ емес, сенде ми жоқ деп айтқым келеді. Неге десеңіздер, біздің қоршаған нәрсенің барлығы, бизнестің барлығы сетте құралған. Жүйе, система. Сет деген нәрсе өзі система. Яғни систематично дамудың ең оңай жолы. Сен үшін уже системаны құрып қойған, ал сен өзің жалқаусың, ештеңке істегің келмейді, көтеніңді көтергің келмейді, просто жаңағындай сетке кірсем, системаға кірсем, система ақша беріп тұру керек деп ойлайды. Ал бүкіл әлемдік долларовый миллионерлердің кемінде 70-80%-ын алып қарайтын болсақ, олардың барлығы сет құрған. Amazon сет құрып жатыр, бүкіл әлемге өзінің сетін құрып жатыр. AliExpress, Alibaba өзінің сетін құрып жатыр. Барлығы сол сетті таратып жатыр. Бүкіл бизнес сетте құрылған. Coca-Cola өзінің сет желілерін құрып жатыр. Систематично сату желілерін. MV өзінің сеттерін құрып тастаған, бүкіл әлемде оның сеттерін таратып жатыр. Сондықтан бұл бизнестің нағыз атасы, себебі один в поле не воин дейді. Барлығын компания сен үшін құрып қойған, жасақ қойған, сен просто алып ары қарай дамытып жүйелеп кетсең болады. Америка, Европа бізден 101 ғасыр, 2 ғасыр алдыға шығып кеткен. Егер қазақтар сет арқылы бизнес жасауды үйренетін болса, қазақта тамыр таныс деген арқылы жүріп кететін бизнес бұны. Сондықтан керісінше нағыз қазақтарға арналған бизнес дейтін едім.